Бұл есеп сағат тілдерінің арасындағы бұрышқа байланысты. Уақыт 8 сағат 24 минут болғанда сағаттық тіл мен минуттық тілдің арасындағы бұрыштың градустық өлшемін табу керек. Жауап 0 мен 180 градус арасындағы сан болу керек. Енді көрейік. Бұл жерде 8 сағат 24 минут. Жалпы көз алдымызға елестетіп алайық. Міне мынау 6, мынау 5, 25 минутты білдіреді. 24 минут дегеніміз ол дәл 5-ке жақын сан, өте. Ал 8, мына жерде 7, мына жерде 8, мына жақта 9. Ол 24 кетті деген сөз, 8-ден ары қарай асты деген сөз уақыт. Шамамен ортасына жақындап қалды, бірақ жеткен жоқ. Мына арасындағы бұрышты табу керек біз, жақсы ма? Енді ол үшін бізде мынадай формула бар. S деген сағатты білдіреді, M деген минутты білдіреді. Енді 30, осы формуланы жаттап аламыз, қолдана береміз. S-тің орнына 8-ді қоямын. Азайтылған 11 көбейтілген минут, ол 24 минут болып тұр. Бөлінген 2, міне. Осылай. Егер мына сағат, мысалы 20 сағат кешкі уақытты көрсетіп тұрса, біз 20 деп жазбаймыз, тек қана 8 деп жазамыз. S-тің мәні 0 мен 11-дің арасында болады, жақсы ма? Енді көрейік, тең неше болады екен мына жерде? 30 көбейтілген 8, 240, минус, 24-ті 2 мен қысқартайық, 12, 11-ді 12-ке көбейтсек, 132. Тең, айырмасы бізде 108-ге тең. 108 градус, Жауабы 108 болады. Неше градус? 108 градус.